Видео бастамас бұрын сразу 3 каналды көрсетемін. Олар Ира KZ, Free KZ және де Данил KZ. Осы 3 KZ-ке де жазыламыз. Видеоларын көріп, лайк басып, каналдарына тіркеліп, қолдап кетейік. Сілтемелері төменде. Йо, WhatsApp, сендер ме атын білмеген каналы және де атын білмеген Майнкрафттың 12-ші бөлімі. Я, міне көптен күткен әйтеуір осы бір больницаны салдым мен бірдеңе қылып. Барлықтарыңыз күткен шығарсыздар. Алдыңғы видеоға 400 лайк жина дегенмін. Енді сол 400 лайкты 2,5 күнде жинадыңыздар. Мен әрең дегенде бітірдім осы больницаны салып баруға үлгердім әйтеуір 400 лайк. Бірақ білмеймін, 400 лайк енді жиналды, уже қазір асып кетті. Ал енді осы міне больница салдым, міне алдың жағын қараңыздар. Енді менде 1500 подписчик, скоро 1600 болады. Енді 1600 подписчик болған соң енді 1600 лайк жинай алады ма екенбіз. Давайте осы видеоға 1600 лайк жинайық. Сосын келесі бөлімдер шығады. Ну енді көрейік осы видеоға 1600 лайк жинала алады ма екен. Аяқтар еніп жатыр. Ал енді көп сөз видеомызды бастайық, бірінші қалай кіреміз. Бірақ мен алдыңғы жағын осылай істедім. Міне ол үшін былай машинамен былай келеді де, осылай қарай барады, машинасын қояды и жай өтеді де осылай барады. Міне енді көрсетейінші. Сырт осындай міне мектеп сияқты, енді білесіздер ғой, 3 этажды мектеп сияқты. Міне осындай есік, механический. Сосын кіреміз, мұнда бір андай адамдар болды ғой больницаға кіргенде. Нететін, короче, қай палатада жатыр, анау мынау. Больница болған соң сондай болады ғой. Енді осылай қылып істедім. 15% қалды, зарядка. Енді кіреміз, мұнда бір деп тұр. Яғни бұл бірінші палата. Палата деймін, солай айтады. Енді кіреміз, мұнда мына жақта 2 кровать, мұнда стол. Бұл жақта да 2 кровать, мұнда типа шкафчик сияқты қылып, осылай кітаптарды қойдым. Орындық, міне осындай, бұл бірінші бөлме. Амында міне бұл да тоже жаңағыдай міне. Тоже мұнда 2 кровать, анау мынау. Бұл міне екінші палата. Ал мынау 3 міне. 3-те бірақ басқалай, мұнда бір адамдық. Міне осындай міне картина бар, картинка. Ал сосын міне 4-ші палата. Бұнда да міне картинка и міне кровать. Осындай. Видеосы әрине лайк басып отырамыз. Айтқандай 1600 лайк. Енді 1600 подписчик болған соң енді 1600 лайк жинайды деген ойдамын. Так что давайте 1600 лайк жинаймыз. Сосын былай барамыз да, мына жақта туалет, ұлдар, мына жақта қыздар. Короче, кіреміз, міне осындай нелер болады. Міне осылай салдым туалетті. Ан жақта сондай туалет. Бұны енді көрсетпей қойын. Так, енді кеттік. Ал былай қарай жүрсек, міне мұнда орындықтар, міне осылай отыратын жерлер. Мұнда орындық. Мына жерде міне лестница, бұл 2-ші этажға көтерілетін. Бірінші мына жаққа барамыз. Міне мұнда да нелер. Мұнда мен орындықтарға табличка қоймаппын. Жарайды. Міне мынау жаңағы осылай машина келеді де, осы скорая помощь бар ғой, осылай келеді, осы жерге нетеді. Енді ауырып қалған бір адам болса осылай салады да, палатаға апарады. Или міне мына жақта операция деген бар. Енді білмеймін, салу керек па соны, бірақ құдай сақтасын енді операциядан. Енді бірақ больница болса салдым. Енді түсініп тұрған шығарсыздар, операция. Енді құдай сақтасын, ондай операция, анау аурухана дегендерден. Енді бірақ салу керек болды, аурухана болғандықтан әйтеуір салдым бірдеңе. Неме салуға болады, комментарияға жазыңдар. Енді Майнкрафттан көп заттар жоқ, сол үшін де осылай қылып салғам. Енді міне осылай қарай барамыз. 2-ші этажға көтерілсек, мұнда міне мұнда орындық болады. Міне мына жерде міне асхана деп жазылып тұрады жерде. Міне мұнда енді больницада асхана андай буфеттер сияқты болады ғой. Мұнда да тоже осылай істеп қойдым. Осылай алады да, бір жерге барады да. Мына жерге тамақтарын ішуге болады. Міне мына жақтарда стол бар. В общем, осылай. Ал енді мына қараңыздар, мәйітхана. Мәйітхана маған алдында бір замок деген видеомда салған, сосын біреу ана жаққа дейма бір жерге мәйітхана салшы деген. Білмедім мен мәйітхана қалай салатын. Сосын әйтеуір бірдеңе салсам, енді мынау қараңыздаршы, мынандай асхана, тамақ ішетін жердің астында мәйітхана. Мәйітхана, бұны просто осындай төсектер қоя салдым.
қалай салынатынын білген жоқпын. Міне осындай қылып неттім. Екінші этаж бұл міне. Енді білмеймін, енді подписчик айтқан соң мәйітхана деді, сол мәйітхана сала салдым енді. Білмеймін, бірақ оның несі бар. Ал енді мына жаққа барсақ, мұнда міне мұнда тоже орындық тұрады. Емді мына 6-шы, номер 6-шы палата ма, не деп айтып еді. Палата ғой, солай айта берейін. Мұнда стол, шкафчик, кровать, осындай, сосын былай барамыз. Мұнда да есік, мұнда орындық. Мұнда мен 7-ші. Мұнда да тоже сондай, жаңағы сияқты барлығын осылай көрсетіп отырайын. Хотя осылай барлығы бірдей, жаңағы сияқты тура сондай барлығы. Мұнда тип андай болады ғой. Мектептерде болады ғой, андай пол жуатын, мектеп деппін ғой, уборщицалардың нелері болады. Міне мұнда тоже жаңағыдай нелер. Мына жақта да тоже сондай. Осындай не болады. Палата. Енді барлығын до конца көрмей қойын, барлығымен қайталанып жатыр осылай. Орындықтар болады. Мына жақта сондай орындық тұрады. Кейбір орындықтарға табличка қоймап, міне мұнда туалет қыздар және қыздар. Бұл да жаңағы сияқты міне. Осыны көрсетпей қойын. Так, міне азғандай жүзіп болды. Жаңа туалетті көрсетіп өттім. Енді осы 2-ші этаж бітті. Енді ары қарай 3-ші этажды, қазір ары қарай 3-ші этажды көрсететін боламын. Міне болды, енді 3-ші этажға міне осы лестница арқылы көтерілеміз. Міне мұнда орындық болады. Орындық, мына жер лестница осылай істеп қойдым. Сосын міне мұнда 14-ші бөлме. Палата ма, әйтеуір солай, короче. Мұна да тоже солай, жаңағы сияқты, міне бүкілі солай, жаңағы сияқты. Бұлар бір адамдық столдары бар. Барлығы солай, міне столдары бар. Мынандай кітап, шкаф сияқты. Мұнда да солай. Міне, енді ар жаққа барамыз. Бұл жақта 19-ші уже не бізде палата. Барлығы 27 ма сондай негізі. Міне осы жақта да мұндай 3 адамдық, мұнда көріп тұрғандар 3 адамдық шөлі үлкен стол болады бір. Орындық, сосын мұнда 21. Бұнда да мен 3 адамдық палата, короче. Осындай. Енді больница надо деп ойлаймын. Әйтеуір, білмеймін, ұқсай ма, ұқсамай ма. Әйтеуір, салдым 2,5 күнде тырыстым сіздер үшін. 20-ші. Мұнда да тоже сондай. Міне, мұнда да тоже сондай бүкіл қайталана береді. Міне, мынау 25. Мұнда 26. 27, 28, 28 палата бар екен. В общем, бүкілі 28 палата, короче. 28 бөлме дейді ғой, сондай. Міне болды, енді осы больницаны салдым, әйтеуір. Көбін сұрау бойынша енді. Көп күткен шығарсыздар осы больницаны. Әйтеуір салып біттім. Енді айтып тұрмын ғой, 1600 лайк жинап көреміз. 1600 лайк жиналса әрине қатты қуанам, өйткені менде 1600 подписчик, енді 1600 лайк жиналу керек деп ойлаймын. Тағы да неме салуға болады, қандай здание сондар салуға болады, комментарияға жазып кетеміз. Сосын менен пиар және де интро алғыларын келсе, мені ВК-ма жазамыз, ВК группасы және ВК группамызға тіркелеміз. Ссылкасы барлық описанияда болады.